Сүйемін туған тілді, анам тілін, бесікте жатқанымда-ақ берген білім. Шыр етіп жерге түскен минутымнен құлағыма сіңірген таныс үнім. Қазақ тілі халқымыздың рухани байлығы. Атадан балаға, ұрпақтан ұрпаққа мирас болып қалып отырған баға жетпес асыл мұра. Ана тілдің қасиеті туралы қанша айтсақ та таусылмайды. Азаматтың қолындағы барлық асыл заттары тозады, жоғалады. Ал тіл тозбайтын ең қымбат мұралардың бірі. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі, сонымен қатар Ресей, Өзбекстан, Қытай, Монғолия және тағы да басқа елдерде тұратын қазақтардың ана тілі. Қазақ тілі түркі тілдерінің қыпшақ тобына, соның ішінде қарақалпақ, ноғай, қарашай тілдерімен бірге қыпшақ-ноғай тармағына жатады. Оқушылар, 25 қаңтардан бастап ана тілім айбыным атты қазақ тілі апталығы қашықтықтан өтетін болады. Апталық барысында челлендждер мен эссе жазуға, үлгі сабақтарға атсалысатындарыңызға сенемін. Құрметті оқушылар, сіздерге сәттілік тілеймін.